Елорда төрінде үлкен мерейлі іс-шара өткелі жатыр. Қалалық әкімдіктің қолдауыменен Еркеғали Рахмадиев атындағы Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі мемлекеттік филармониясында Жезгиік атты белгілі қоғам қайраткері, ақын, композитор Кәкімбек Салықов ағамыздың 90 жылдық мерейтойы өткелі жатыр. Бұл кеште енді ағамыздың көптеген халық аузында жүрген әндері, шығармалары орындалатын болады. Сонымен бірге Кәкімбек Салықов ағамыздың сөзіне жазылған көптеген әндер орындалады. Бүгінгі Жезгиік атты кеш керемет деңгейде өтеді деген сенімдемін. Өйткені ағамыздың өлеңдері жазылған керемет шығармалар, әндер орындалады. Оның бірден де бірегейі «Үш арыс» әні. Мынау біздің Абай атамыздың інілеріне арналған Сәкен Ильяс Бейімбет аталарымызды айта отырып жазылған өлеңдерінен Мұратхан Егінбаев ағамыздың әні. Қонақтарымыз керемет жақсы демалып қайтады деген ойдамын.